Негізі біздің тағы бір сюрпризіміз бар сіздерге. Бұл енді 532 сериалының тағы бір нұсқасы. Ол жай нұсқа емес, мысалы 532 сериалы 17 ғасырда түсірілсе. Көреміз ба? Көрейік. Біздің фантазия, біздің киностудияның көмегімен түсірілген, біздің авторлар жазған, актерлар өте қымбат, актерлар профессионалды түрде ойнап берген. Барлығын көресіздер қазір өздеріңіз. Ал Бикеш жөнді айт, біздің шақарда не жауаптың? Ауыл молдасынан хаттануға келе жатырмын. Сауатсызбын де. Бикеш, реніш болмаса, ана отырған сер жігітті жолшымай алы кетсек. Қазір білесің, Алтай мен Атыраудың арасында шөп жоқ. Әрине. Тоқтай бұнда. Ал сер жігіт, қайда жол тарттың? Яссыгенті 10 ділда бар. Отыр. Аға, басқа жаққа бұрылып жатсыз ғой, аға. Сабыр сақта Бикеш, өзіне жақсы болады. Думан, сағат неше болды? 5:32. Демек мына өліктің осылай жатқанда бір тәулік болған. Терісін сыпырып сапты ғой. Басын өртеп жіберіпті. Еттерін әкет қылыпты. Оны қоя бер, шалқар. Ауылда тағы бір бойжеткен жоғалып кетті дейді. Сайтан алғырлар, топастар, малғұндар. Нақұрыштар. Естіздер. Тай! Боқтай берме! Сен аузыңа да өзіңе де көп алатын болыпсың. Шалқар, мен түн болмағанда қарға батырмын аналарды. Не істейміз енді? Дос болғанға құшақ жайар туыспыз. Қас болғанға қиып түсер қылышпыз. Кеттік. Шалқар, бір тері өткізетін жер білесің ба? Тастас жүр кеттік. Мынау әдемі ғой ау. Думан, мыналардың соңынан ер. Байқа, біліп қоймасын. Шалқар, нағыз қан жерлер осылар. Сөз беремін. Тұра тұр, бізге нақты дәлел керек. Нақты дәлелді қайтесің? Қарасыз бұрылып жатыр ғой. Шыда деймін, бізге нақты дәлел керек. Шалқар, қылқылдырып жатыр. Тұра тұр деймін, шыда, бізге нақты дәлел керек. Шалқар, өлді ғой қыз. Қап, үлгірмей қалдық. Не істеп отырсың, бос айтесің. Тоқтаңдар, атам! Сен бірақ жерге апшыққансың ба? Ескерту жебесі ғой. Таппа құры. Сендер кімсіңдер? Біз Мансұр екеуміз маньякпыз. Бастысы, ана екеуін ұстадық. Енді бұндай жағдай қайталанбайтын шығар. Бәрі сенің арқаңда ғой, Шалқар. Әрине. Үйбай менше. Қымыз ішесің ба? Бар ма? Бар. Жүр. Қошеметтеріңіз. Шығарылымнан бұрын әдетте сауалнама жасаймыз да. 5:32 сериалына қатысты Мансұр мен Қобыландыға қандай сұрақтарыңыз бар деп. Енді басым көпшілігі сұрақтардың бұл сериалдың жалғасы бола ма деп жатыр. Бітті осымен бітті бәрі. Барлығы геройлардың барлығы. Оны
ары қарай созудың нені қажеті осы әдемі күйінде осы буында осы қалпында жауап қоямыз деді. Иә, біздің де пікірімізше ол енді біткен оқиға. Менің ойымша, жалпы осы екеуіңіз жұп ретінде, екеуіңіз партнер ретінде тағы да кино түсу ойда жоқ па андай? Жоспарланып жатқан ештеңе жоқ, бірақ ойда бар. Мүлдем шалқар мен думаннан алыстаған бір өзгеше бір айналып кеткен басқа бір дүние болса, неге түспеске? Неғып соны жасамасқа? Неғып соны жасамасқа? Соны жасау керек қой. Соны жасау керек. Негізі қазір айтып жатады ғой, көбінесе бір креативная экономика деп жатады, көптеген ақша бөлініп жатады, сондай нәрсеге де. Бірақ қарап отырсаң, біздің елдегі басты құндылық ол мұнай емес, алтын емес, жаңа жердің қойнауында жатқан бір қазба байлықтары емес, ол мына мидың қойнауында жатқан байлықта. Соның дәлелі қазіргі таңда біздің жастардың, жалпы шығармашылықта жүрген жандардың осындай дүние жасап, былайша айтқанда алыс жақын шетелді экспансиялап жатқанда. Сондықтан, құрметті достар, біздің ең басты құндылық, Қазақстанның құндылығы ол адамдары. Сондықтан күштің барлығы, қуаттың барлығы сізде, мінеки алдарыңызда отырған жандар дәлелдеді. Қазақстанды ғана емес, бүкіл әлемді жай ғана шығармашылықпен ақ мойындатуға болады. Келісесіздер ғой? Иә. Иә, құрметті, құр отырмай, сондықтан шапалақтап отырыңыздар. Мінеки, бұны жасап жатқан өздеріңіз сияқты жандар, сондықтан құрметті дос, ана экранның артында отырған, сенің де қолыңнан келеді, іске сәт. Just do it.